Қайырлы күн, жас достар. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымызды кәсіпкерлік шеберлік тақырыбының екінші сабағына арнаймыз. Бұл бізде еңбек нарығы және сұраныс бөлімінің 6-шы сабағы болып табылады. Осы сабақта қоғамдық саяси, әлеуметтік мәдени тақырыптар аясында қолданылған термин сөздердің мағынасын түсінуді, публицистикалық мәтіндер негізінде диалог құрай білу, сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын орынды қолдануды мақсат ете отырып, сол мақсатқа жету жолында тапсырмалар орындайтын боламыз. Сіз алдыңғы сабақта кәсіпкердің қызметі, оған қойылатын талаптар туралы мәтінді оқып, жан-жақты ақпарат алдыңыз. Ендеше бүгінгі сабақта сол білімдерімізді пайдалана отырып, берілген тапсырмаларды орындауда қолдануға тырысайық. Алдымен экрандағы суреттерге назар аударайық. Берілген суреттер мен сөздерге тән ортақ атауды табыңыз. Иә, әрине, бұл жердегі ортақ атау кәсіпкер. Ал кәсіпкер дегеніміз кім? Алдыңғы білімімізге сүйеніп, бос тор көздерді толтырайық. Дұрыс айтасыздар, кәсіпкер бүгінгі таңда маңызды рөлге ие. Елдің экономикасының көтерілуі, жұмыссыздықтың болмауы кәсіпкерлікке байланысты деп айтсақ болады. Заман ағымына сай болуы үшін кәсіпкерге қойылатын талаптар да жоғары. Яғни ол іскер, епті, бәсекеге қабілетті, еңбекқор, меценат, басқаруға қабілетті, тәуекелшіл тұлға. Басқадан кем болмас үшін біз білімді һәм бай болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Осы керектің жолында жұмыс істеу керек деген Ахмет Байтұрсыновтың сөзіне сүйене отырып, кәсіпкердің биік нәтижеге жету жолының ережесін құрыңыз. Ереже құруда бөлім бойынша өтіп жатқан термин сөздерді қолданыңыз. Мысалы, сұраныс, тәуекелшілдік, еңбек нарығы, демеушілік, іскер, тапсырыс, табыс, тағы басқа. Бұл тапсырманы орындау арқылы сіздер тақырып аясында қолданылған термин сөздердің мағынасын түсіну мақсатына қол жеткізе аласыздар. Ал ендеше іске сәт. Жарайсыздар, жазба жұмысын сәтті орындап болсақ, келесі тапсырмаға көшейік. Берілген сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын қолданып, кәсіпкер болу не үшін керек тақырыбына белгілі бір кәсіпкермен сұхбаттасу мәтінін құрыңыз. Мәтін құруда ұсынылатын клишелер. Сіз қалай ойлайсыз? Сіздің пікіріңізше? Мен сіздің пікіріңізбен толықтай келісемін. Кешіріңіз, бірақ мен басқаша ойлаймын. Сіздің осы туралы ойыңызды білсем деп едім. Өте құнды пікір айттыңыз. Тапсырманы орындауда төмендегі дескрипторды басшылыққа алыңыз. 3 сұрақ қоясыздар. Сұрақтарға толық сөйлеммен жауап бересіз. Сұхбаттасуда ұсынылған клишелерді қолданасыздар. Келесі тапсырмамыз суретті сөйлет деп аталады. Бейне жазбаны қарап, немесе суреттегі тұлға жөніндегі мәліметпен танысамыз, және де түрлі дереккөздерден қосымша ақпараттар алып пайдалануды ұсынамын. Сол мәліметтер негізінде төменде берілген сұрақтарға жауап бере отырып, кестені толтырамыз. Бұл кім? Ол не істеді? Қай салаға демеуші болып жүр? Сен кәсіпкер болсаң, қай кәсіпті дамытар едің?
Жақсы шәкірттерім, жарайсыңдар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Сабақ басында қойылған мақсатқа жете алдық па? Бүгінгі сабақ бойынша мен қандай нәтижеге қол жеткіздім? Кестеде көрсетілген тапсырмалардың қайсысы сен үшін оңай болды? Қайсысы қиындық тудырды? Белгі салу арқылы өзімізді бағалайық. Бағалауда шыншыл бол. Термин сөздердің мағынасын түсініп, оларды мәтін құруда қолдана алдым. Мәтін негізінде диалог құрай алдым. Диалог құруда сөз этикеті формаларын қолдандым. Сурет бойынша ізденіс жұмысын жүргіздім. Оқушылар, өзіндік жұмыс тапсырмасын жазып алайық. Тақырыпқа қатысты термин сөздерді қолдана отырып, қазақстандық танымал кәсіпкерлердің шығарған отандық өнімдеріне таныстырылым жасайсыздар. Жас достар, бүгінгі сабақта белсенділік танытқандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.